Қарбыз туралы білесіз ба? Қарбыз туралы не білесіз? Жаз мезгілі шуақты күнімен, жайқалып өскен гүлімен, асыр салып ойнаған балалармен есте қалады. Айналаңызға көз салсаңыз, бояуы қанық табиғат суреттері өзіне тамсандыра түседі. Ең бастысы, барлығымыз сүйіп жейтін жеміс-жидектер піседі. Әдетте күнделікті тұтынатын тағамдарымыздың қаншалықты пайдалы екеніне мән бермейміз. Сол себепті ең дәмді жеміс қарбыздың адам денсаулығына пайдасы туралы жазуды жөн көрдік. Сәлем достар, алдымен каналға тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіз. Біз әр түрлі тақырыпта адам денсаулығына пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сіздерден қолдау бізден еңбек болсын. Қазақ тілді арнаның дамуына бірге үлес қосайық. Ендеше бастадық. Қарбыз ми белсенділігін арттырады. Үлкен жемістің құрамында ақыл-парасат деңгейінің көтерілуіне әсер ететін 6 дәрумені бар. Әсіресе қоршаған ортаға тәуелді балалар үшін пайдасы мол. Адамның миында қанша сұйықтық болса, қарбызда да сол мөлшерде су бар. Әдетте қарбыз суы адам миындағы сұйықтық концентрациясына тең болғандықтан денсаулығы үшін өте пайдалы деп есептеледі. Алайда бұл айтарлықтай маңызды емес. Су қашанда артықтық етпейді. Қарбыздың құрамындағы ликопин мөлшері қызанақпен салыстырғанда 1,5 есе көп. Ликопин дегеніміз ағзадан қауіпті заттарды сыртқа шығаратын күшті антиоксидант. Сондықтан қызанаққа қарағанда қарбызды тұтыну 1,5 есе пайдалы болмақ. Қарапайым логика. Мұны қарбыздың дәретханаға жүгірткізетіннен ақ байқауға болады. Ультракүлгін сәуледен қорғайды. Қарбыздың құрамында ликопиннен өзге каротиноидтар да бар. Аталған зат адам терісін күн сәулесінен қорғайды. Осы пайдасын ескеріп, оны теріге жағудың қажеті жоқ. Әйтпесе ара мен шыбын шіркейдің жеміне айналып жүрерсіз. Қарбыз әр түрлі болады. Қазақстанның кез келген тұрғыннан сұрайтын болсаңыз, тәтті қарбыздың сырты жасыл, іші қызыл болады деп жауап береді. Алайда оның сіз бен біз білмейтін сары сорты бар. Сырты жасыл болғанымен, іші піскен ананас секілді сап-сары. Сыртқы пішініне қарайда түрлі болып келеді. Дөңгелек, сопақ, пирамидаға ұқсас, 4 бұрыш. 2012-2013 жылдары көршілес Ресей еліне жапондық 4 бұрышты қарбыздар алып келген болатын. Олардың біреуісінің бағасы 12.020 мың рубльді құраған. Бағасының қымбат екеніне қарамастан барлығы да сатылған. Қарбыз көзге пайдалы. Оның құрамында адамның көру мүшесінің жұмысын жақсартатын дәрумені бар. Көзіңіздің сау болғанын қаласаңыз, күнделікті 100 грамм қарбыз жеңіз. Мансап жолын жаңадан бастап жатқан спортшылар үшін пайдалы. Кез келген істі бастау қиын. Әдетте бірінші күні көп жаттығамыз деп артынша бірнеше күн бойы ауырып жатамыз. Қарбыздың құрамындағы цитруллин ауырсынуды басады. Бірақ жаттығу соңында ғана жегеніңіз абзал. Ең дәмді диета. Таңғажайып оқиғалар жүзеге асады деп айта алмаймыз. Алайда 2-3 артық келі салмақтан арылуға көмектесетіні анық. Енді қарбыздың пайдасы мен зиянын бөліп айтайын. Артықшылығы, қарбыз ас қорытуды жақсартады. Піскен қарбызды дәрігерлер бауыр және бүйрек аурулары бар адамдарға жеуді ұсынады. Гипертониясы, жоғары қан қысым бар және жүрек жеткіліксіздігімен қиналатын адамдарға да қарбыз пайдалы. Себебі қарбыздың құрамында ас қорытуды жақсартуға ықпал ететін микроэлементтер бар. Кемшілігі, қарбызда сахароза мөлшері көп. Қарбыз етінде 13-ға дейін глюкоза, сахароза және фруктоза секілді жеңіл сіңетін қанттар бар. Қарбыздың калориясы 100 қарбызда бар болғаны 38-40 калория, төмен болғанымен оның құрамында қант көп. Сондықтан қант диабетімен қиналатын және артық салмақпен күресетін адамдарға одан бас тарту ұсынылады. Артықшылығы, қарбызда бақыт гормоны бар. Қарбыз жеу шынымен де біздің көңіл күйімізге жағымды әсер етеді. Себебі оның етінде бақыт гормоны, серотониннің бөлінуіне ықпал ететін заттар бар. Ал оның құрамындағы магний мен түрлі антиоксиданттар күйзеліспен күресуге көмектеседі. Кемшілігі, қарбызда қауіпті микробтар болуы мүмкін. Бұл жеміс жерде пісетіндіктен содан соң стерилді емес дүкендерге тасымалданып, сол жерде сақталатындықтан оның бетіне ауру тудырғыш микробтардың жиналу қаупі бар. Әсіресе қарбыз жарылып, микробтар оның ішіне кіріп кетсе, ол қауіпті.
Бұл кезде ішек таяқшасын және басқа да жұқпаларды жұқтырып алуыңыз мүмкін. Сол үшін де зақымдалмаған тұтас қарбыз алған дұрыс. Оны үйге әкелген соң ағып тұрған судың астында жақсылап жуыңыз, немесе суы бар ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Артықшылығы: қарбыз қабынуға қарсы қасиетке. Қарбыздың құрамында ликопин бар. Сондықтан ол қабынуға қарсы өнімдер қатарына жатады. Бұл зат түрлі қабыну процестерін бұғаттайды және ағзаға қауіп төндіретін бос радикалдарды бейтараптандырады. Сол үшін қарбызды артритпен қиналатын адамдарға жеу ұсынылады. Кемшілігі: қарбызды шамадан тыс көп жеу қуықтың созылуын тудыруы мүмкін. Жүйелі түрде кіші дәретке бармау және қарбызды көп жеу қуықтың созылып кетуіне әкелуі мүмкін. Сол үшін жағымсыздық сезінумен қатар несеп жыныстық жүйесі проблемасы пайда болуы мүмкін. Қарбызды шамадан тыс жеу іш кебуі мен үлкен дәрет проблемасын тудырады. Артықшылығы: қарбызда А дәрумені бар. А дәрумені тері, тырнақ және шаш саулығы мен сұлулығын сақтауға қажет. Шамамен жүзік піскен қарбызда осы дәруменнің тәуліктік нормасының 1/4 бөлігі бар. Сондай қарбызда коллаген мен эластин өңделуін арттыратын аскорбин қышқылы бар. Кемшілігі: қарбызда нитраттар болуы мүмкін. Ниеті нашар фермерлер қолданатын нитраттар жасушалық тыныс проблемаларына әкелуі мүмкін. Мысалы, көп нитрат тұтынатын балалар жиі ауырады, нашар ұйықтайды және ашушаң болып кетеді. Артықшылығы: қарбызда бета-каротин бар және ол көруді қалыпта ұстауға көмектеседі. Арбыз құрамындағы С дәрумені, бета-каротин және лютеин көруге жағымды әсер етеді. Олар көз шырыштысын құрғап кетуден, катаракта мен глаукома дамуынан қорғайды. Кемшілігі: қарбыз аллергия беруі мүмкін. Кейде қарбыз гүлдері амброзиямен тозаңданады. Ал ол ең аллергенді арамшөптердің бірі. Қарбызға аллергияның белгілерін ұсынамыз: тіл мен еріннің ісіп кетуі, тері мен мұрын қанатының қышуы, қатты жөтел, түшкіру және мұрыннан су ағы, құсу, диарея, іш ауруы. Осы сияқты жайсыз тұстары да бар, десе де ультракүлгіннен көмектесетіндіктен жаз мезгілінде қарбыз жеген тиімдірек. Алайда қарбыздың пысқан уақытында жеу керектігін ескеріңіз. Келесі видеода көріскенше, бізбен бірге пайдалы ақпаратты біле жүріңіздер.